Сәлем достар, менің бүгінгі ас үйіме қош келдіңіздер. Бүгін біз чеченский галушки тағамын әзірлейтін боламыз. Ол үшін біз ең бірінші қазанға етті салып аламыз. Бұның қамыры бешбармақтың қамыры ұқсап иленеді, яғни бір жұмыртқа, тұз су және ұн қажет. Бұл тағамның ерекшелігі қамырында және бұған сарымсақ қосамыз. Сол сарымсағында болып табылады. Негізі бұл тағамға құс етін пайдаланады. Мен бүгін тауық етін пайдаланып жатырмын. Өздеріңізге қалауларыңыз бойынша картоп, сәбіз салсаңыздар да болады. Немесе үйде құс еті жоқ болған жағдайда үйдегі бар етпен жасауға да болады. Бұл тағамның қамыры бешбармақтың қамырына қарағанда қалың болып жайылады. Міне қамырымызды осылай кесіп алдық. Енді оның үстінен осылай төрт бұрыш етіп, осылай майдалап кесіп аламыз. Міне кесіп болған қамырымызды көлеміне қарай осылай 3 саусақты немесе 4 саусақтың көмегімен осылай жасаймыз. Достар, міне менің жасап жатқан тағам сіздерге ұнап жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, коммент жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай біздің қамырымыз дайын болды. Енді осына қайнап тұрған суға салып аламыз. Салып болғаннан кейін міндетті түрде 5-6 минут қайнатамыз. Міне сарымсағымызды мышып алдық. Енді мұның үстіне сорпасын құятын боламыз. Галушки тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.